Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен жаратылыстану кафедрасының анатомия физиология пәндерінің оқытушысы Мұхажанова Береке Шахмұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұлға сүйектері құрылысы, орналасуы. Сабағымыздың мақсаты білім алушылар тұлға сүйектері туралы түсініктеме беріп, және олардың түрлерін анықтап көрсетіп игеруі тиіс. Адам қаңқасы. Адам қаңқасын біз денедегі барлық сүйектердің жиынтығын қаңқа деп атаймыз. Адам қаңқасын біз 4 бөлімге бөліп қарастырамыз. Яғни бас бөлім, кеуде бөлімі, қолдың еркін қозғалатын бөлімі, жамбас және аяқтың еркін қозғалатын бөлімдері болып бөлінеді. Бас сүйек, череп, краниум, бас сүйекті біз 2 бөлімге бөліп қарастырамыз. Яғни ол біріншісі ми бөлімі, екіншісі бет бөлімі. Ми бөліміне маңдай сүйек, төбе сүйегі, самай сүйек, шүйде сүйегі кіреді. Бет бөліміне мұрын сүйегі, жақ үсті сүйек, жақ асты сүйек, бет сүйектері кіреді. Келесі бізде омыртқа жотасы. Омыртқа жотасы бізде позвоночный столб, колумна вертебралис. Омыртқа бізде 33-34 омыртқадан тұрады. Омыртқа жотасын біз 5 бөлімге бөліп қарастырамыз. Яғни мойын омыртқасы, 7 мойын омыртқасы, 12 кеуде омыртқасы, 5 бел омыртқасы, 5-8 көз омыртқасы, 4-5 құйымшақ омыртқаларынан тұрады. Омыртқалар бір-біріне пішіндері ұқсағанымен әр бөлімнің атқаратын қызметтері әрқалай. Омыртқалар бізде шеміршектер арқылы біріккен. Келесі бізде төс, грудина, стернум, қабырға, ребро, коста. Қабырғалар бізде 12 жұп қабырғадан тұрады. Оның 7-еуі негізгі қабырғалар, 3-еуі жалған қабырғалар, 2-еуі кезеген жұп қабырғаларынан тұрады. Келесі бізде қолдың еркін қозғалатын сүйектеріне тоқталамыз. Оларға бізде бұғана, ключица, клавикула, тоқпан жілік, плечевая кость, хумерус, қар жілік, лучевая кость, радиус, шынтақ жілік, локтевая кость, улна. Білезік сүйектері, кости запястья, оссокарпий, алақан сүйектері, пясть, метакарпус, бунақтар, фаланги, фаланжис. Мықындық сүйектер, подвздошная кость, ос илиум, 8 көз, крестес, ос сакрум. Қосаланған сүйектер бізде мұнда орналасқан. Қосаланған сүйектер, лобковая кость, ос пубис. Шонданайлық сүйектер бізде мұнда орналасқан. Седалищная кость, ос исхи. Келесі бізде аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне тоқталамыз. Бізде ортан жілік, бедреная кость, ос феморис, тізелік тобық, надколенник, пателла, асықты жілік, большеберцевая кость, фибула, кіші жілік, малоберцевая кость, кіші жілік, малоберцевая кость, фибула. Тілерсектер бізде мұнда орналасқан. Надколенник, тарсус, табандық сүйектер бізде мұнда орналасқан. Пясть, осса метатарси, бақайлар, пальци, диджити. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі біздің тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Тапсырмалар яғни бізде тест сұрақтарынан тұрады. Тест сұрақтары, тақырып бойынша тест сұрақтарына жауап бересіздер. Деңгейлік сұрақтар тақырыпқа байланысты болып келеді. Барлық тапсырмаларды орындап, маған порталға жіберуді ұмытпаңыздар. Және адам қаңқасының атауларын қазақша, орысша, латынша атауларын жаттап алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.